Сәлеметсіз бе, қадірменді көрермен. Бұл Тураби хабары және оның жүргізушісімен Сағат Хасан. Осыдан 20 жыл бұрын нотариаттық туралы заңнан атқарушылық жазба нормасы алынып тасталған болатын. Алайда 2016 жылғы 1 қаңтардан бастап нотариаттық туралы заңға 14-1 тарау енгізілді. Бұл тарау жаңа атқарушылық жазба деп аталды. Осыған байланысты атқарушылық жазба дегеніміз не? Оны кім жүргізеді? Қандай тәртіппен жүргізеді? Осы сұраққа жауап беру үшін біз жеке нотариус Уайсова Айгүл Ерболатқызын студиямызға шақырып отырмыз. Қош келдіңіз, Айгүл Ерболатқызы. Сонымен атқарушылық жазба дегеніміз не? Оны кім жүргізеді және қандай тәртіппен жүргізеді? Осы сұрақтарға жауап берсеңіз. Ең бастысы енді атқарушылық жазба дегеніміз ол нотариуспен берілетін құжат. Ол құжат негізінде өндіріп алушы өзіне бере жақ белгілі бір сомаларды борышкерден мәжбүрлі түрде талап етуге құқығын беретін құжат. Бұл құжатты дайындап ресімдейтін нотариустар. Нотариусқа жаңа біздің Қазақстан Республикамыздың кез келген азаматтары, жеке тұлғалар, заңды тұлғалар жүгіне алады. Бір айтып кететін мәселе, атқарушылық жазба тек қана даусыз талаптар бойынша жасақталады. Заң бойынша бұл даусыз талаптар тізімі нақты бекітілген, 9 даусыз талаптар көрсетілген біздің нотариат туралы заңымызда. Оның бір ең қолданыста тәжірибеде айтып кететініміз сол нотариаттық куәландырылған мәмілелер негізінде жасалған, жазбаша түрде жасалған мәмілелер, пәтер иелер кооперативі жиі арызданатын, және газ, су, жылу, светпен жабдықтайтын мекемелер арызданады. Сонымен қатар жалға алу шартымен жаңағыдай сол шартының талаптарын орындамай берешек сомалары пайда болған өндіріп алушылар жиі жүгінеді нотариустарға. Оның әрине екі ең басты шарты бар атқарушылық жазбаның жасақтаудың. Ол біріншісі жаңа айтып кеткендей мен талап деген даусыз болу керек. Ең бірінші талап қойылатын. Екінші талап ол деген талап қою құқығы туындаған күннен бастап 3 жыл мерзімі аспау керек. Яғни 3 жыл мерзімін міндетті түрде біздер сақтауымыз керек. Атқарушылық жазба бойынша 2019 жылы қанша атқарушылық жазба жүргізілді осы нотариустермен, және 2020 жылы көрсеткіштері қандай? Салыстырмалы түрде айтып өтсеңіз. Нотариат туралы заңына өзгерістер 2016 жылдың 1 қаңтарынан бастап енгізілген болатын. Яғни 2016 жылдың 1 қаңтарынан нотариустар атқарушылық жазба шығару құқығы берілген болатын. Бірақ ол енді жалпы республика көлемінде нотариустар арасында кеңінен енді пайдаланған жоқ, азаматтарымыз кеңінен пайдаланған жоқ. Олар үйреншікті сот органдарына жүгінетін болатын. Бірақ бәрімізге белгілі ғой, былтыр 2019 жылы осы даусыз талаптар бойынша сотқа жүгіну талаптарын жаңағыдай алып тастап, толықтай тек қана нотариустарға берілді. Сол уақыттан бері атқарушылық жазба деген біздермен жаңағыдай жасалып келеді. Салыстырмалы түрде мысалы айтатын болсақ, 2019 жылы Атырау облысының нотариустарымен барлығы 1212 атқарушылық жазба шығарылса, 2020 жылы 2896 атқарушылық жазба шығарылды. Жаңағыдай 2 есеге өсіп тұр бүгіндікке көрсеткіштеріміз. Атқарушылық жазбаны жалпы шығарған кезде енді былай тәжірибе кезінде көптеген проблемалық мәселелер туындайды, көптеген сұрақтар туындайды халық арасында. Соны енді бір түсіндіре кететін мәселе, мына атқарушылық жазбаның көшірмесін борышкерге жолдау мәселесі. Бұл мәселеге тоқтала кететін болсақ,
атқарушы жазба шығарылғаннан кейін заң бойынша келесі жұмыс күннен кешіктірілмей атқарушылық жазбаның көшірмесі міндетті түрде борышкерге жолдану керек. Борышкер ол атқарушылық жазбаның көшірмесін алған күннен бастап 10 жұмыс күні ішінде бұл атқарушылық жазбаға қарсы арыз жаза алады. Қарсы арыз нотариусқа жаңағыдай түскен кезде нотариус атқарушылық жазбаның күшін жояды. Себебі мына қарсы арыздың түсуінің өзі талаптың жаңағыдай даулы екенін көрсетеді. Және де былтырдан бастап біздің нотариат туралы заңына көптеген өзгерістер енді. Соның ішіндегі бір көңіл бөліп айтып кететін өзгеріс ол деген қандай жағдайда борышкерлермен атқарушылық жазбаның көшірмесі алынды деп есептеледі. Мысалы, ол алынған жағдайда әрине ол алынды, хабарлама нотариусқа келді, сол күннен бастап есептеледі. Бірақ андай жағдайлар болады, борышкерлер өздерінің заңды тіркелген мекен жайында тұрмайды, басқа мекен жай бойынша тұрады, немесе үйлерінде болмайды, жұмыста болады. Сондықтан қазір заң бойынша, ол заңда көрсетілген, егер де жаңа хат тасымалдайтын кісілер көшірмені барған жағдайда бер алмаса хабарламаны, немесе борышкер хабарламаны алудан бас тартса, немесе құжаттың көшірмесін борышкермен бірге тұратын кәмелет жасына толған азаматтардың біреуі алған болса, ол құжат тиісті заңнамамен белгіленген тәртіпте жолданған болып, табысталған болып есептеледі. Және сол хабарламада қай күні көрсетіледі, сол күннен бастап 10 жұмыс күнін нотариус есептей береді. 10 жұмыс күнін есептеп, қарсы арыз түспеген жағдайда жаңағы атқарушы жазбаның түпнұсқасын өндіріп алушыға ары қарай мәжбүрлі түрде жаңағы өз алажақ борышын өндіріп алуға әрекеттер жасауға түпнұсқасын бере береді. Осы мәселеге енді бір көңіл бөлу қажет деп ойлаймын. Сонымен қатар атқарушылық жазбамен қазір бұрын енді тұрақсыздық айыбын, пайыздарды нотариустар өндіріп ала алатын болды. Одан кейін заңға өзгеріс енгізіп, оны өндіру тәртібі жағында алып тасталынды. Бірақ биыл жазда нотариат туралы заңына кері өзгерістер енгізіліп, қазір жалпы сомадан бөлек тұрақсыздық айыбын, пайызын бірге нотариустар жаңағыдай берешек сомаға қосып бірге өндіреді. Бұл жаңағыдай талаптарға банктық қарыз шарттары кірмейді. Одан басқа шарттар, банктық қарыз шарттары бойынша пайыздар, тұрақсыздық айыптарды нотариус өндіре алмайды. Яғни ол сотқа береді. Тек қана сотқа беріледі, оны өндіре алмайды. Ал атқарушы жазба жүргізу үшін қандай төлемдер төлейді? Мысалы, жеке тұлға, заң тұлға айырмашылықтар бар болады? Айырмашылықтар бар, әрине. Жеке тұлғалар нотариусқа жүгінген жағдайда өздерінің өндіріп алушы жүгінеді ғой нотариусқа. Арызында көрсеткен сомасынан 0,2% төлеу керек, және айлық есептік көрсеткіштің жартысы қосылады, ол мемлекеттік баж алымы. Бірақ айтып кететін нәрсе, 0,2% есептеген кезде айлық есептік көрсеткіштің жартысынан төмен түсіп кететін болса, онда біздер жаңа айлық есептік көрсеткіштің жартысын аламыз. Оған мемлекеттік баж қосылады, сонда бір айлық есептік мөлшерінде аламыз, төлемді нотариат шығындар болады. Ал заңды тұлғалар, олар өндіріп алатын сомасынан 1% төлейді. Заңды тұлғалар үшін төменгі жаңа белгіленген сомасы ол
1 айлық есептік көрсеткіш, ал ең жоғарғысы ол 100 айлық есептік көрсеткіш. Және 1%-ді санаған кезде 100 айлық есептік көрсеткіштен асып кетсе, онда тек қана 100 айлық есептік көрсеткіш алынады. Ал жеке тұлғалар үшін жоғарғы сомасы ол 50 айлық есептік көрсеткіш болады. Ал осы төлемдерді кім қай тарап төлеуі керек? Енді нотариусқа келген кезде өндіріп алушы жүгінеді ғой арызымен. Сондықтан ол нотариаттық шығындарды сол жерде нотариусқа төлейді. Бірақ атқарушылық жазба шығарылған кезде жаңағы бере жақ сомасынан бөлек нотариусқа төлеген шығындары жаңағы борышкерге бірге қосылады. Өндіріп алушы сонда өзінің ақшасын, нотариусқа төлеген шығындарын бірге өндіріп алады борышкерден. Борышкердің мойнына. Яғни бірінші өндіріп алушы нотариусқа төлейді, ал борышкерден өндіріп алушыға атқарушылық жазбаға қосылады. Сол сомасы қосылады. Қандай құжаттармен рәсімделеді жалпы атқарушылық жазба? Қалай деп аталады? Сол атқарушылық жазба деп аталады. Атқарушылық жазбаны нотариус деген өзіне жаңа келген өндіріп алушы жүгінген кезде, арыз берген кезде шарттың түпнұсқасын береді. Сол дәл шарттың үстіне жасалынады атқарушылық жазба, немесе бөлек қағаз бетіне жасалып бірге тігіледі. Қазіргі бастапқы кезде сол қағаз түрінде тек қана беріп жүрдік. Қазір енді заңға өзгерістер енгізіліп, қағаз түрінде береміз жаңағы өндіріп алуға, немесе өзіміз деректер қоры арқылы өзіміздің сот орындаушыларға тікелей жаңа өндіріп алушы қай сот орындаушыны айтады, сол сот орындаушыға деректер қоры арқылы өзіміз тікелей орындауға жібереміз. Электронды түрде өзіміз электронды цифрлы қолтаңбамызды қойып, куәландырылып, тікелей сот орындаушыға жолдаймыз өзіміз. Ал атқарушы жазбамен келіспеген жағдайда, келіспеген тарап оған шағымдануға құқығы бар ма? Қайда шағымданады? Атқарушылық жазбамен келіспеген жағдайда енді жаңа мен айтып кеткендей, борышкер егерде келіспесе, 10 жұмыс күні ішінде нотариусқа қарсы арызын жазады. Қарсы арызы түскеннен кейін нотариус атқарушылық жазбаның күшін жояды. Егер де борышкер сол мерзім ішінде үлгермесе, 10 жұмыс күнін өткізіп алса, жаңағыдай ол мерзімді қалпына келтіру заңмен қарастырылмаған. Яғни сол деген алған күннен бастап соны жаңағыдай келіспесе, қарсы арызды үлгеріп беру керек нотариусқа. Сотпен дауланған жағдайлар болды ма? Осы сіздердің атқарушылық жазба. Сотпен дауланған жағдайлар болды. Биыл осы енді айтып отырдым ғой жаңа 2020 жылы 2896 атқарушылық жазба шығарылса, оның ішінде үшеуін жаңа күшін жою туралы, заңсыз деп тану туралы сотқа талап арыздар берілген болатын. Оның ішінде тек біреуі қанағаттандырылып, атқарушылық жазбаның күші жойылды. Ал қалғандар енді былай пайыздық көрсеткішпен қарағанда енді ондай көп емес, бірақ енді бар биыл 3 талап арыз болды сотқа. Сонымен атқарушылық жазба жасау үшін мерзім 3 жылдан аспау керек дедіңіз ғой. 3 жылдан асып кеткен жағдайда? Егерде талап қою құқығы туындаған күннен бастап 3 жыл мерзімі асып кетсе, онда біздің азаматтық процессуалдық заңнамасына сәйкес өндіріп алушы оны сот арқылы ол мерзімді қалпына келтіре алады. Болады. Қалпына келтіріп, содан кейін... Ондай жағдайлар болды ма? Ондай жағдайлар бізде енді әзірше осы күнге болған жоқ. Және де мына атқарушылық жазба шыққаннан кейінде оны өндіріп алушы міндетті түрде дәл сол кезде барып өндіріп алуға емес, жаңағыдай 3 жыл ішінде өзіне бере жақ ақшаны өндіріп алуға оның 3 жыл уақыты бар.
3 жылдың ішінде ол жаңа сот орындаушыға мәжбүрлі түрде өзінің бере жақ ақшасын өндіріп алуға бере алады. 3 жыл мерзімі бар ол үшін. Сіз жаңа айттыңыз, атқарушы жазба шығару үшін, рәсімдеу үшін даусыз болу керек деп. Ал даулы болған жағдайда, оның даулы болу екендігін қалай анықтайды нотариус? Даулы ма, даусыз ба? Өндіріп алушы жаңағыдай нотариусқа жүгінген кезде арызына қосымша енді құжаттар тапсырады. Ол құжаттардың ішінде міндетті түрде борышкердің өзінің бере жағын, өндіріп алушыға бере жағын мойындаған құжаттар болуы тиіс. Одан басқа нотариус өзі жаңағыдай берілген құжаттар даулының, талаптың даусыз екеніне көзін жеткізу үшін, сондай тұжырымға келу үшін тағы да қосымша құжаттар талап ете алады. Барлық құжаттарды жинаған кезде де нотариус бұл талап даулы деген шешімге келген болса, ол өндіріп алушыға нотариаттық іс-әрекетті жасаудан бас тарту туралы қаулы шығарып береді. Ол қаулыда қандай себеппен заңдарға, нотариаттық іс-әрекет ережелеріне сүйене отырып жасаудан, атқарушылық жазбаны шығарудан бас тарту туралы қаулысын шығарып береді. Егер де тапсырылған құжаттар тізімі атқарушылық жазбаны шығаруға жеткілікті деп есептесе, онда атқарушылық жазба шығарылады. Қазір енді көптеген жағдайда атқарушылық жазбалары күші жойылады. Неге? Себебі құжаттар тізімінде осы бере жақ борышын мойындаған, борышкердің мойындаған жазбаша түрде қандай да бір болмасын құжаты болмайды. Бұл жерде айта кететін жағдай, жазбаша мәмілелерге тоқталатын болсақ, біздерде жаңағыдай республикалық нотариаттық палатадан әртүрлі бір әдістемелер келіп жатады, ол әдістемелік көмектер. Сол кезде ол міндетті түрде бере жақ сомасын мен мойындаймын деген емес, жаңағыдай араларында салыстыру актісі болады. Оның жаңағыдай соңында бере жақ сомасы көрсетіледі де, екі тарап қол қойып мөрін соғады. Оны да нотариустар жаңағыдай мойындаған, өзінің бере жағын мойындаған деп есептейді. Бір-бірімен жаңағыдай жұмысты жасалған туралы актілері болады. Тағы да басқа құжаттар болады. Енді әртүрлі ғой жағдайлар, әрбір шартқа өзінің жеке-жеке құжаттар тізімі болады ғой. Сондай сияқты. Бірақ енді заң бойынша қазір осы соңғы әдістемелік біздің әдістемелік нұсқаулар келіп жатыр республикалық нотариаттық палатадан. Міндетті түрде, жазбаша түрде борышкерден жаңағыдай осы мен борышты мойындаймын деген жазбаша түрде құжат болу керек, міндетті түрде. Сол кезде ғана біз осы талаптың даусыз екеніне көзімізді жеткізіп, атқарушылық жазбаны шығарамыз. Мысалы, өмірде көп кездесетін жағдай ғой, мынау бір тарап екінші тараптан қолхат беру арқылы ақша қаражатын қарыз қалады. Бірақ оны нотариуспен рәсімдемейді. Осындай жағдайда атқарушы жазба рәсімделу мүмкін бе? Бізде заң бойынша ол деген жаңағыдай қолхат жазып берсе, жазбаша мәмілеге жатады ғой. Жазбаша мәмілеге жатқасын, нотариалдық куәландырылмағасын біз ондай қолхаттар негізінде атқарушылық жазбаны жасаудан бас тартамыз. Себебі бұл даулы болып есептеледі ме сонда? Даулы болып есептеледі. Ол кісінің қолы куәландырылмаған, ол қолхатта, ол жаңағыдай сол кісінің қолыма, басқа кісінің қолыма нотариустен көз жеткізе алмайды оған. Сондықтан да ол даулы болып есептеледі. Ал егер де нотариалды куәландырылған болса, қарыз жаңағыдай шарттары бар да, көптеген міндеттемелер бар, нотариатты куәландырылған болса, ол кезде өндіріп алушы тек қана сол бір құжатты алып келеді нотариусқа. Міндеттемесін нотариалды куәландырылған болса.
тек сол бір құжат қана жеткілікті болады атқарушылық жазбаны жасау үшін. Себебі ол деген уже заңмен белгіленген нотариалды куәландырылған болғасын даусыз талап болып есептеледі. Жалпы осы атқарушылық жазбаны енгізу елімізде жүргізіліп жатқан сот реформасына байланысты заңға өзгерістер енгізілген болатын. Жалпы өзіңіз жеке нотариус ретінде осыған пікіріңіз қандай? Былтыр көптеген енді сот реформалары болды. Соның ішінде мына сол жұмыстарды, сот органдарының жұмыстарын оңтайландыру мақсатында осындай даусыз талаптар бойынша атқарушылық жазба шығару нотариат саласына берілді нотариустарға. Ол енді ойлаймын, жалпы халық үшін, мына Қазақстан Республикасы азаматтары үшін тиімді деп ойлаймын. Себебі мына төлемдерге келгенде де сотқа төленетін мемлекеттік бажбен салыстырылғанда төмен және де бірталай ыңғайлы. Бір құжаттар тізімімен бірлер жаңағыдай нотариусқа келіп арызын жазады, ары қарай нотариус өз жұмысын атқарады. Одан кейін жаңағыдай егер де күші жойылмаған болса, келіп жаңағыдай ары қарай өз құқықтарын, өз жаңағыдай талаптарын ары қарай өндіріп алуға жұмысын жалғастыра береді. Сондықтан да біздің халқымыз үшін, біздің Қазақстан Республика азаматтары үшін өте тиімді деп ойлаймын. Қазір Атырау облысы нотариустарымен кеңінен жасалуда ол іс-әрекет нотариаттық. Сондықтан да ондай жаңағыдай ала алмай жүрген ақшалар халық арасында бар ғой. Және де бұл атқарушылық жазба пәтер иелері кооперативі үшін, мына жаңа коммуналдық жабдықтаушы мекемелер бар ғой, су, жылу, газ мен жабдықтайтын мекемелер, солар үшін өте тиімді болды. Кеңінен пайдалануда. Біздің жаңа Атырау облысында жаңа көрсеткіштерге тоқтала кетсек, ең көп арызданатын сол мекемелер. Сондықтан да енді ойлаймын, алдағы уақытта да өзінің жалғасын табатын шығар деп, ары қарай одан да көрсеткіштеріміз енді жоғарылай беріп жұмысымызды атқарамыз деп ойлаймын. Дұрыс. Енді мынау қарапайым халыққа не айтар едіңіз? Не нәрсеге негізінен назар аудару керек? Қандай құжаттарға негізінен тапсыру керек? Қандай проблемалық жағдайларға назар аудару керек? Мысалы, өзінің бір борышын ала алмай жүрген адамдар мысалы көп қазір. Соған не айтар едіңіз? Мысалы, борышын ала алмай жүрген азаматтар болса, ала алмай жүрген өндіріп алушылар. Өндіріп алушылар біріншіден жаңағыдай ең бастысы, ең біріншісі нотариусқа келіп кеңес алған жөн. Кеңесті алып, толықтай құжаттар тізімін алып, соны жинақтап келіп, жаңағыдай мен түсіндіріп кеттім ғой, тәртібін сол бойынша өндіріп алу жұмыстарын атқару. Ал орталарымызда енді борышкер азаматтар да көп қой, ақшаларын төлей алмайтын жаңағыдай. Ол азаматтарға енді құжат атқарушылық жазба көшірмесін алған кезде жаңағыдай мән бермей, жаңағыдай түсініспеушілікпен қарамай, нотариусқа келіп жағдайыңызды жаңағыдай түсіндіріп, бір қарсы арыз жазып, немесе келіскен жағдайда өндірушіге барып, тікелей барып, жаңағыдай төлеу, бір рәсімдеу жұмыстарын жүргізуді ұсынамыз. Себебі енді бұл деген өндіріп алушыға мәжбүрлі түрде өндіргеннен көрі өз еркімен барып төлеген кішкене не болар деп ойлаймыз, ыңғайлау болар деп. Қазір жалпы облысымызда қанша жеке нотариус бар? Бізде облысымызда қазір облыс бойынша 100-дің үстінде нотариус бар. Қалада? Қалада 75-ке жуық нотариус бар. Яғни барлық өңірлерде қамтылған? Қамтылған. Барлық аудандарда, барлығы да қамтылған. Бізде нотариустармен кейбір аудандарда 3-4 нотариустан, үлкен аудандарда одан да көп. Жаңағыдай бізде барлық аудан қамтылған нотариустармен, ол бойынша енді ешқандай не болмау керек. Мысалы, қалада тұратын азамат кез келген жеке нотариуске барып,
арызын беруге құқылы ғой. Ол да бір сол мәселе, негізі айта кетерлік мәселе. Заң бойынша, мысалы, Атырауда тұрса өндіріп алушы, борышкер ауданда тұрса, Құлсарда, Индерде тұратын болса, ол Атыраудағы нотариуске арыз беріп өндіріп ала бере алады өзінің борышын. Ол емес, басқа қалада тұрса да өндіріп ала бере алады. Ол деген біздер осы нақты атқарушылық жазба бойынша біздер мекен жайы бойынша ешқандай бір-біріне несі жоқ, байланып тұрған жоқпыз. Сондықтан да республика бойынша кез келген нотариуске барып, қай өңірде жүрсе де, өндіріп алушы болсын, борышкер болсын, өндіріп алушылар ойында жүгінетін нотариуске, республикамыздың қай өңірінде жүрсе де, өзі қай жақтың азаматы болса да, кез келген нотариуске барып, өндіріп алу туралы арызын бере алады. Ол бойынша ешқандай не жоқ. Шектеу қойылмаған. Айгүл Ерболатқызы, бүгінгі сұхбатыңыз үшін рахмет. Еңбегіңізге жеміс тілейміз. Құрметті көрермен, осымен бүгінгі хабарымыз аяқталды. Мынау жаңа келіп жатырған 2021 жыл құтты болсын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Сау, сәлеметте болыңыздар.